Қазір өңірдегі ауылдық жерлердің табиғи газбен қамтылу көрсеткіші 71%-ді құрайды. Облыс орталығынан ең шалғайда орналасқан Бөкей Ордасы ауданында бір жыл ішінде 12 ауылға көгілдір отын жеткізілді. Солардың бірі Бөрлі елді мекені. Жергілікті тұрғындар көптен күткен қуанышты салтанатты түрде атап өтті. Толығырақ тілші материалында. Бөкей Ордасы ауданына қарасты Бөрлі елді мекенінде 300-ден астам шаңырақ бар. Ауылдық ағайынды отын қамы бейнетке салатын. Ағаш тапшы, көмір қымбат. Тұрғындар қытымыр қыстан жыл сайын қамығып шығады. Ал көктем кешігер болса, отын табу тіптен қиямет қайғы еді. Енді бұл бейнеттің бәрі артта қалды. Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде ауылға биыл газ жеткізіліп, бөрліліктердің қиялы өңге айналды. Біздің ауылымызға мына көгілдір отын тартылып, газымыз іске қосылып жатыр. Үлкен алғысымызды айтамыз. Бір жыл ішінде Бөкей Ордасы ауданында 12 ауылға көгілдір отын жеткізілді. 1200-ге жуық үй мен 35 әлеуметтік нысанға газ құбыры кіргізілді. Жобаға өңір қазынасынан 213 миллион теңге қаржы жұмсалған. Қазір Бөрлі елді мекенінде ауыл ішілік газ құбырын тарту жұмыстары жалғасуда. Ауылда 35 үй газды пайдаланып отыр өзі. Тағы да 100 үйдің үстінде құжаттары, жұмыстары әлде жалғасуда. Газ құрылысының общий бюджеті 50 миллион. Өңірдегі елді мекендерді газбен қамтуға биыл 2 миллиардқа жуық қаражат қарастырылған. Жоспарға енген 44 ауылдың қазіргі таңда 25-інде құрылыс аяқталды. Халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған іргелі жұмыстар келер жылда өз жалғасын табады. Еркебұлан Смадияров, Айдос Кесимов, Ақ Жайық телеарнасы.